Әкеміз Ысқақұлы Рахметолла, руы Арғын, Тоқа, Қойғара. 1925 жылы 15 маусымда Нұра ауданы, Қобыкөл ауылында дүниеге келді. Ол 7 жылдық мектепті Кертінді, яғни қазіргі Казгородок ауылында аяқтап, 1942 жылдың маусымынан 1943 жылдың күзіне дейін Горный ауылдық кеңесінің хатшысы қызметін атқарған. Ол кезде Горный ауылдық кеңесіне Ынтымақ, Қобыкөл, Қантай, Құмкөл, Еңбек қорғау ауылдары кіретін. Әскер қатарына 1943 жылдың күзінде шақырылып, Ұлы Отан соғысы жылдары қиыр шығыста Жапон мемлекетімен болған соғысқа нөмірі 35-ші атқыштар бригадасында зеңбірек оқтаушысы болып қатысты. Одан кейін әскердегі қызметін Камчаткадағы нөмірі 74-521 әскери бөлімінің автомоторисі ретінде жалғастырды. Соғыстағы ерлігі үшін 3-ші дәрежелі даңқ орденімен, ерлігі үшін Ұлы Отан соғысының 20, 30, 40, 50, 60 жылдығы маршал Жуков атындағы медальдармен марапатталған. Әскерден 1951 жылы елге оралып, еңбек жолын Нұра ауданының Киевка кентінде аудандық қаржы бөлімінің агенті қызметін атқарумен жалғастырды. 1950 жылдардың басында Нұра ауданында алғашқылардың бірі болып, Куйбышев колхозында жүк машинасының жүргізушісі болды. Кейін Куйбышев совхозында 1986 жылға зейнеткерлікке шыққанша, ауылдық кеңестің хатшысы, мал фермасының меңгеруші қызметін атқарды. Жұбайы Темір қызы Зәкия анамызға 1951 жылы үйленіп, екеуі 9 бала тәрбиелеп өсірді. Ынтымақ ауылында 1954-1964 жылдар аралығында тұрды. 1964 жылдан 1998 жылға дейін Қобыкөл ауылында, 1998 жылдан 2005 жылға дейін Ақмешіт ауылында, 2005 жылдан өмірінің соңына дейін Қарағанды қаласында тұрды. Анамыз Темір қызы Зәкия, руы Арғын, Мәмбет. 1933 жылы туған. Балалық шағы Балықшы ауылында өтті және соғыс жылдарына сәйкес келді. Әкеміз соғыстан келгеннен кейін екеуі отау құрып, әкеміздің адал жары, сенімді серігі бола білді. Табиғатынан мінезі мейірімді, ақылды, еңбекқор болатын. Анамыздың көзінен нұр төгіліп, жан жағына шуағын төгетін. Осы шуақпен жылынып, асыл анамыздың құшағында мейір алып өсіп, жетілдік. Біздің бойымызға адалдық, сыйластық, мейірімділік пен имандық, жанашырлық, бауырмашылық қасиеттерін сіңіріп тәрбиеледі. Туған туыс, ағайын жекжат арасын бауырмалдықпен жақындатып, қамқоршылық көрсетіп, сыйластықты, құрметтеу мен жақын тұту қасиеттерін қалыптастыра білген асыл жан. Ағамыз Есен Рахметолла ұлы 1952 жылдың 8 қыркүйегінде туып, орта мектепті Қарағанды қаласында бітірді. 1970-1972 жылдары Совет армиясы қатарында болып келіп, Теміртау қаласында Кармет комбинатта жұмыс істеді. 1973 жылы Жылкен қызы Жамилаға үйленді. 27 жасында қайтыс болды. Артында қалған жары мен 2 баласы Айнұр мен Жанатқа Алла бақытқа толы ғұмыр берсін.
Ағамыз Амантай Рахметоллаұлы 1954 жылдың 20 желтоқсанда нұрлы бейнең 2019 жылы дүниеден озды. 10 жылдық мектепті Қарағанды қаласының нөмір 3 спорт интернатында аяқтады. 1974 жылдан 1977 жылға дейін аралықта әскери борышын солтүстік мұзда мұхит флотында теңізші болып атқарып келді. 1978 жылдан бастап зейнет жасына шыққанға дейін Қарағанды қаласының көмір шахталарында кенші, смена мастері болып жұмыс атқарды. 1978 жылы Матай қызы Шакираға үйленіп, жанұя құрды. Қанат, Серік, Жанар атты балаларын тәрбиелеп, ұлдарын ұяға, қызын қияға қондырып, 8 немересінің қызығын көрді. Аға деген ардақты атқа лайық болып, ақ көңіл, ақ жарқын мінезімен әрқайсымыздың жүрегімізден орын алған аяулы ағамыздың рухы разы болғай. Өкінішке орай, арадан небәрі 1 жыл өткенде жалғыз қызы Жанарды дүниеден озды. Жанар Амантай қызы 1989 жылы 2 желтоқсанда туды. Қарағанды қаласының мұрагер мектебінде орта білім алып, Қарағанды политехникалық университетін бітіріп, болашақ бағдарламасымен білім алды. Еңбек жолын Ақтау қаласында мұнай-кен компаниясында инженер болып бастаған ол, бірнеше жылдан соң Астана қаласына жалғастырды. Артында 2 баласы қалды. Жанар инабатты, білімді, бауырмал, тәрбиелі болды. Ол имандылығымен баршамыздың жүрегімізде мәңгі сақталатын асылымыз. Алланың шапағатына бөлене берсін. Тәңірден сұрағаным, ел жүріп жұбанарым, бақытым балаларым, қызықтап қуанарым, байлығым балаларым, бар болсын саналарым, сыйласып жүріңдерші, сумай араларым. Айтатын аманатым, шықпасын жаманатым, жүректе жүрсін әркез, тәубемен қанағатым, жайнасын тірліктерің, көңілді кірлетпегін, бағасыз байлық тасу, жараса бірліктерің. Іргелелім, тағдырдың дауылдары, ұмытпа біргелерін, сын сәтте ауырсынбай, сабыр қыл сағынсынбай, демеп жүр бір-біріңді, бір туған бауырсың-ай. Айтатын аманатым, шықпасын жаманатым, жүректе жүрсін әркез, тәубемен қанағатым, жайнасын тірліктерің, көңілді кірлетпегін, бағасыз байлық тасу, жараса бірліктерің.
аманатым, шықпасын жаманатым. Жүректе жүрсін нәркес, тәубеммен ғана қатым. Жайнасын тірліктерің, көңілді күрлетпегін. Бағасыз байлық тасу, жараса бірліктерің. Бағасыз байлық тасу, жараса бірліктерің. Арнадым ұл қызыма ата-ана аманатын.